Бақытты отбасының 7 қағидасы. Үйленетін кезімізде отбасының 7 қағидасын жасадық. Біріншісі сыйластық. Сыйластық бірінші кезекте тұру керек. Үйленген күннен бастап мені сіз дейсің дедім. Бастапқыда сіз дегені құлаққа түрбедей естіліп, күлкіге көміліп қалғам. 15 жылдан бері сіз деген сөз отбасымыздың татулығының тірегіне айналды. Достарымның әйелдері біреуі 5 жылдан соң, біреуі 8 жылдан соң, біреуі 10 жылдан кейін күйеулерін сіздей бастады. Анасы әкесін сіз деп сыйлап тұрса, бала да әкесін құрметтейтінін түсінді. Екінші, сенің ата-анаң менің ата-анам, менің ата-анам сенің ата-анаң. Балдызыма ақыл айтсам, туған қандасым айтқандай айтам. Келіншегім қайнысына ұрысса, туған інісіне ұрысқандай ұрсады. Үшінші, қандай сыйлы қонақ келсе де үйімізге ішімдік кіргізбейміз. Төртінші, балаларымызды мектепке дейін хан сияқты сыйлаймыз. Мектеп кезінде шәкірт сияқты тәрбиелейміз. Мектептен соң дос сияқты сырлас боламыз, бірақ ақыл айтпаймыз. 5. Ренжісіп қалсақ 5 минуттан соң сөйлесеміз. Жақсы адамның ашуы шай орамал кекпенше, жаман адамның ашуы басы жерге жеткенше. Біреуіміз қылт етсек, екіншіміз уақыт санап отырамыз. 6. Біздің үйде ер азамат есеп бермейді. Телефон соғып, қайда жүрсің, қашан келесің деген сұрақ қойылмайды. Кейбір достарымның әйелдері телефонмен қайда жүрсің қаңғырып деп жатқанын естігенде, телефоны болмаған біздің ата-бабалар не деген бақытты деп ойлайтынмын. 7. Ешқашан ажыраспаймыз. Маған әйел табылады, оған күйеу табылар. Ал балаларға бөтен біреу өз әке-шешесіндей әке-шеше бола алмайды.